сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен People's Book'тың 3-ші бөлімнің Lessons for 3-ші сабағын өтетін боламыз, я? Grammar дейді. Бүгін біз have, has, got туралы өтетін боламыз. Have got дегеніміз, has got дегеніміз, ол бар деп аударылады, я? Бар деп аударылады. Яғни менде бар, ода бар, бізде бар дегенде, я? Бізде кітап бар, бізде сумка бар дегенде бар деп аударылады. Енді екінші бізде have қай жағдайда қолданады, has қай жағдайда қолданады. Егер I есімдігім I болса, you болса, I қалай аударылады? Мен, you сен. We біз, they олар, есімдіктері болса, they олар есімдіктері болса, біз have got'ты қолданамыз, я? Яғни мысалы мен былай айтқым келеді. Менде алма бар, я? Қалай айтамыз? Менде алма бар болса, I have got a apple дейміз, я? Сенде алма бар десек, you have got apple дейміз, я? Енді екінші, has'ды қай жағдайда қолданамыз? He, she, it есімдігінде біз has got'ты қолданамыз, я? Енді былай қарайық. Менің мысығым бар деп айтса, I have got a cat дейміз, я? Сенің мысығың бар десек, you have got a cat дейміз. Енді оның мысығы бар десек, қызға айтсақ, she has got a cat дейміз, я? Оның деп ұлғайтатын болса, he has got a cat деп айтамыз, я? Егер түсінікті болса, exercise 1, бірінші жаттығуды жасаймыз, я? Make sentences. Circle the sentences that are true for you and your friends дейді, я? Не дейді? Сөйлемдерді құрастыр және дұрысын досыңмен бірге жаз дейді. Қарадық, біріншісінде мысалда көрсетілген. I have brother деген. I have got a brother, я? Бұл жерде жасалу жолы ретімен қалай жасалу жолын көрсетілген. Енді біз міндетті түрде бірінші аударамыз, екінші біз талдаймыз, я? My has friend got sister деп тұр, я? My менің деп аударылады, has деген бізде бар, я? Friend деген дос, got деген бар, я? Has got. Sister деген қарындасы, я? Енді бізде бірінші очерк есімдік тұрады. Есімдігіміз бізде кімне деген сұраққа жауап береді, я? Енді айтамыз. My менің деген тұрады ма бірінші? Я. Енді my менің кім? Арғары жалғасы болу керек, я? Дейміз, sister болмайды, себебі мына жерде точка тұр, я? Яғни бұл сөйлемнің соңында тұрады. Енді бізде тағы кім деген сұраққа жауап береміз, я? Has жауап береді ма? Бермейді. Friend, дос жауап береді ма? Береді. Яғни my friend екінші бізде есімдіктен кейін етістік тұрады, я? Has got. My friend has got a sister, я? Мынау артикль, белгісіз артиклі. Жазып шығамыз, яғни. My яғни my friend has got a sister. Келесі, бірінші аударамыз, я? Big үлкен, got have бар, classroom мектеп, we біз, я? Деген артикль. Бірінші біз жазамыз, we де жазамыз, я? We-ден кейін бізде етістік жүреді. We have got a big
classroom. Төртінші. Have бар, иә? My менің. Got артикль. Friends достарым. Pet дейді, иә? Pet деген үй жануары. Енді біз есімдік табамыз. Кім деген сұраққа бұл жерде жауап береді. Менің достарым, иә? Менің достарым. Жазамыз. My friends. Енді бізде бар деген. Have got a pet. Бесінші сөйлемде have бар аударылады, иә? We, біз, got бар болып аударылады. New, жаңа, desks, парталар. Енді бізде кім деген сұраққа жауап береміз. Бірінші жазамыз. Have жауап береді ма? Бермейді, иә? We жауап береді ма? Біз. Кімдер? Біз, иә? Жауап береді. Яғни, we'ді бірінші жазамыз. We have got new, жаңа парталар, иә? Desks. Келесі 6. Have қалай аударылады? Бар, иә? I, мен, белгісіздік артиклі. Got бар болып аударылады. Big, үлкен. School bag, сумка, иә? Сумке дейміз. Енді бірінші жазамыз біз есімдікті. Кім деген сұраққа жауап беретін, иә? Кім? I have got a big school bag. Келесі, next exercise 2. Read and complete with use have or has. Екінші жаттығуда оқы және жалғастыр. Have және has етістігін қолданып жаз деген, иә? Қараймыз, оқимыз. Бір есімізге қайталап түсірейік. Have, has'ды қай жағдайда қолданамыз, иә? Егер есімдігіміз, есімдік деген кім, кімдер, нелер деген сұраққа жауап береді, иә? I, you, we, they болса, біз have қолданамыз. Егер she, he, it болса, has қолданамыз, иә? Қараймыз. Мына жерде де көрсетілген, иә? Қараймыз. My name's Сәуле. Менің есімім Сәуле. And I, мен деп тұр, иә? Мұнда қараймыз. I болған жағдайда біз have got қолданамыз, иә? Міне. I болған жағдайда have got қолданамыз. Мұнда жазамыз. I have got a lot of friends. Менің өте көп достарым бар. At school. Қайда? Мектепте. Айдар and Әсел are two of them. Айдар және Әсел олардың ішіндегі екі досым дейді, иә? They are very kind. Олар өте мейірімді. And friendly. Және досшыл. Айдар and Әсел. Айдар және Әсел деп тұр, иә? Енді мына жерде мұқият қараймыз, иә? Бірінші сұрақ қоямыз. Кім деп қоямыз ба? Кімдер деп қоямыз ба? Кімдер, иә? Олар, яғни оларды біз ағылшынша қалай айтамыз? They деп айтамыз, иә? Міне, they деп айтамыз. Егер they болса, біз не қолданамыз? Have қолданамыз, иә? Мұнда жазамыз. Айдар and Әсел have got a dog and a hen дейді. Оларда не бар екен? Ит және тауық. Нұрлан is my friend. Нұрлан менің досым. Too. Ол да, иә? He's very clever. Clever деген қалай? Біз өткен сабақта өттік, иә? Ақылды. Ол өте ақылды. Very. Өте ақылды. He. Егер he болса, біз не істейміз? Have қоямыз ба? Has ба? Мұнда қарасақ болады, міне he-ға has қоямыз, иә? He has got lots of books. Оның көп кітаптары бар. Нұрлан
Нұрланға қалай қоямыз? Бұл кім деп сұрақ қойғанда ол болады. He-ға яғни біз has қоямыз. He has got a sister. Ол не дейді? Нұрланның sister әпкесі бар. Дания дейді. Дания is very naughty. Дания қандай дейді? Қарындас қандай дейді? Very, өте naughty деген бұзық, өте бұзық дейді. But that's okay. Бірақ бұл нормальный дейді, бұл дұрыс дейді. Why? Неге? Because she's only a baby. Because себебі ол бір ғана бала дейді, кішкентай бөпе дейді. Кәне сабағымызды закреплять етеміз, Біз have has деген қалай аударылады? Бар деп аударылады, I, you, we, they, it болған жағдайда have got қолданады, He, she, it болған жағдайда has got қолданады,